Имам Азам Абу Ханифа қараңызшы не дейді. Ол кісі жайлы бір адам ғайбат айтады. Сонда жаңағы имам Азам Абу Ханифа бір ыдысқа жеміс, әдемі жемістер жинатады да анау кісіге апарып береді. Бергізіп жібереді. Сонда не дейді? Ол кісі бізге жақсылық жасады ғой. Біз де оған жақсылықты қайтарайық. Ол сізге қандай жақсылық жасады десе не дейді? Ол қияметте бізге сауабын береді ғой. Өйткені ғайбат айтты ғой. Ғайбат айтқан адам қияметтің күнінде сол адамына ақысын береді. Имам Абу Ханифаның айтып отқаны ол дұрыс қылды, жақсылық деп жатқан жоқ. Ғайбат айтушы қияметте сауабын сол ғайбат айтқан адамына береді деген түсіндіріп жатыр. Оны Хасан аль-Басри деген кісі айтады. Ғалым кісі айтады. Алла ол кісінің рахматын алсын. Қияметтің күнінде бір адам былай дейді. Қош келдің, менің бір амал жасамай тегін тапқан сауаптарым деп айтады. Ол қандай сауаптар десе, сен жайлы ғайбат айтқан адамдар сауабын әкеліп бере бастайды.